Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Аяжан. Мен болашақ математика мұғалімімін. Және де қазіргі таңда өте танымал ойындардың бірі, яғни арқан тартыс арқылы балалардың математикалық есептерді шығару ойынын сіздерге көрсеткім келіп тұр. Бұл яғни Game Afifedu сайтында бар. Яғни бұл жерде 3 түрлі ойынды көре аласыздар. Яғни біріншісі бұл бізде арқан тартыс, екіншісі панжан пинанж, яғни балалар андай арнайы темір арқылы жоғары көтеріліп, есептерді шығару арқылы жоғары көтеру ойыны, және де бұл балап карунг, яғни секіру арқылы ойындар. Яғни әрбіреуіне кірсек, мысалы бұл жерде қосу, азайту, көбейту және де бөлу есептеріне сәйкес есептер бар. Яғни мысалы қосуға арналған ол жерде өзінің қосудың ішінде өзінің оңай, орташа және өте қиын сияқты өзінің деңгейлері бар. Оңайдан бастайтын болсақ, яғни бұл жерде балалар қосуды оңай түрінде өтеді, яғни 7 қосу 5, яғни бұл көбінесе бастауыш сыныптар оқушыларына арналған. Бұл жерде оқушылар қосу арқылы мына жерде арқан тартыс сияқты ойынын балалар бір-бірімен жарыса отырып шығара алады, және де жеңіс арқылы өзіңді есепті шығаруды шыңдай түседі. Бұл жерде қайттан сол бигинер деңгейінде, егерде біз басқасын таңдағымыз келсе, сол жақтағы кішкентай ұяшықты басамыз. Және екінші ойында біз азайтуды көрейін, уже екінші левелдағы. Бұл жерде балаларды жоғары көтеру. Және де бұл жерде байқағаныңыздай минус таңбалы сандарда шығады. Соған өте жақсы, себебі көбінесе балалар осы қосу азайту кезінде минус таңбасы арқылы өте көп шатасады. Минус 41 деп. Яғни жоғары көтерілген сайын балалар өзінің есептеу шығаруын тез түседі. Екі бала бір-бірімен жарысқан кезде ол өте қарқынды түрде өтеді, және де қызықты. Яғни мына жердегі егерде ойынды қайттан бастайық десек, осы сол жақтағы ұяшықты таңдап, үйге деген ұяшықты таңдап қайттан бастауға болады. Балап, мысалы көбейтудің просын таңдап көрсек, бұл жерде уже үлкен сыныптарға көбінесе, немесе орта буынды сыныптарға 51 қосу 40 ойша есептеуге өте ыңғайлы платформа деп айтсам болады. Бұл жерде балалар көріп тұрғандардай тарттан финишқа дейін қаппен секіру сияқты ойындары. Оны сіздердің үстіне жазылған осы сайт арқылы өтсеңіздер болады, мен астына қалдырып кетем. Және де сергіту сәті, немесе жай ғана балаларыңызды үйде күнделікті есептерді шығарудың қызықты тәсілі ретінде осы ойынды қолдансаңыздар болады. Назарларыңыз. Және де келесі бізде бұл платформа WordWall деп аталады. Яғни бұл жерге сіз өзіңіздің почтаңыз арқылы тіркеле аласыз, және де бұл жерде өзіңіздің сабағыңызға арналған түрлі ойындарды, немесе колесо фортуны сияқты, викторина сияқты бірнеше тапсырмаларды орындай аласыз. Бұл жерде стандартты шаблондар бар, яғни бұл жерде ол ашық, сіздерге подпискасыз ашылған. Өзіңіз осының ішіне кіріп, мысалы откройте поле деген сияқты, мысалы қандай ұяшықтарға өзіңіздің сұрақтарыңызды қойып, соны ашуға болады. Яғни мен өзімнің занятияларымды көрсетейін. Мысалы, мынау жұптық жұмыс тапсырмалары, мен оның ішіне арнайы өзімнің ұяшықтардың ішіне тапсырмаларды енгізіп қойдым. Сол оқушылар бір тапсырманы ашу арқылы сол сұрақты оқиды. Вирустың таралу, математика және эпидемия сұраққа сосын жауап бере алады деген сияқты. Ал сонымен қатар
Бұл жерде бізде платно, яғни подписка арқылы жасауға болатын да профессионалды шаблондар бар. Бұл жерде олардың саны өте көбірек біздің ашық шаблондарымызға қарағанда. Сонымен қатар біз сообщество ретінде басқа да кісілердің ойындарын көре аламыз. Яғни бұл жерде әртүрлі пәндерге байланысты болуы мүмкін. Сіздің география, математика сынды әртүрлі пәндерге арналған болады. Мына жерден іздесеңіз болады, бірақ бұл жерде арнайы подписка қажет болады. Яғни оны подписаться ету үшін бұл әрине де ақшалай подписка. Яғни әртүрлі басқа кісілердің ойындары арқылы өзіңіздің сабағыңызды жүргізе аласыздар. Бірақ та мысалы жай Google форматында өзіңіздің қандай да бір керек тақырыбыңызды іздесеңіз, мысалы тригонометрия ойындар деп іздесеңіз, WordWall деп, ол жерде ашық ойындар болуы мүмкін. Сол жерде сіз ашық ойындарға мысалы кіре аласыз. Мінекей, мына жерде мысалы тригонометрия бойынша бізде сөздерді табу деген сияқты. Бұл жерде өте ыңғайлы, балалардың танымын ашуға өте қызықты ойындардың бірі болып табылады. Мысалы мен тангенс, синус, косинус, сондай ойындардың көбісі табуға болады. Міне жағына ішіне кірдік. Ішінде бірнеше ойындар бар. Өзіңізге сай ойындарды таңдай аласыз, немесе осы сияқты ойындарды өзіңізде шығара аласыз. Мысалы, бұл ойын өте қызықты, бірақ та бұл жабық екен. Бұл жерде мынандай ойын бар. WordWall'дың егер де былай жазатын болсақ, ішінде WordWall'да, яғни жазатын болсақ, жерде WordWall'дың ойыны шығады. Бұл жерде лабиринт арқылы, яғни осындай ойынды құра аласыздар. Яғни балаларға математика есептерін осындай қызықты жүйе арқылы, яғни ойын түрінде өткізе аласыздар. Бұл жерде бұл роботты бұл күзетшілерден қорғап апару керек. Бізде 2 қосу 3, это 5-ке тең. 5 деген санға. Яғни бағанағы арқан тартыс сияқты ойындар немесе осындай ойындармен балалар есепті шығаруды өте қызықты әрі ойын түрінде өткендіктен оған өте қызықты болады деген ойдамын. Яғни осындай ойындар арқылы балалардың математикаға деген қызығушылықтарын арттыра аласыздар. Тек қана математика емес, басқа да пәндерге болады. Назарларыңызға рахмет. Менде осы, сау болыңыздар.